Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үйде бар затпен жеңіл әрі тез жасалатын печеньенің жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, кейін үстіне шекерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне сүт және сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене араластырып аламыз. Кейін үстіне ұнымызды електен өткізіп, тек жартысын ғана саламыз. Одан кейін крахмал, қопсытқышымызды салып, жайлап араластырып бастаймыз. Мен бұл жерде кукуруз крахмалын қостым, картоп крахмалын да қосуға болады. Ұнның қалған бөлігін електен өткізу арқылы тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Қамыр осындай өте жұмсақ болып шығады, біркелкі болып қолға мүлде жабыспайды. Ешқандай артық ұнның да қосудың қажеті жоқ. Осылай жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды алып, печеньемізді жасауды бастаймыз. Мен бұл жерде қамырды 2 бөлікке бөліп алдым. Әрі қарай қамырды созу арқылы формасына келтіріп алдым. Печеньені қалаған формаларыңызда жасап, безендірулеріңізге болады. Осылай қамырды біркелкі бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Дайын болған печеньелерімізді пергамент төселген формаға салып, 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Одан ұзақ уақытқа қоюдың қажеті жоқ. Печеньелеріміздің беті сарғайып піссе жеткілікті. Мінекей печеньелер дайын болды. Печеньелер өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады, жақсы көтеріліп піседі. Бетіне қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сеуіп қойсаңыздар болады. Печеньенің ортасы толық пісіп, өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Ас болсын.